Құрметті қалайық, Қытайдағы көшпенді қазақтардың өмірі туралы «Өмір ағысында» фильмі Қазақстанда арнайы жарыққа шығады. 30 мамыр күні көрсетіле бастайды. Онда ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан Қытай қазақтарының көшпенді өмірін тақырып етіп, олардың соңғы 40 жылдағы тіршілігіндегі өзгерістерді, шынайы деректерді және жартылай сюжеттік әдісті пайдалана отырып суреттейді. Сондай-ақ жылдың 4 мезгілінің ауысуын прозалық баяндау мен поэтикалық кино тілі арқылы малшылардың қуанышы мен мұңын айшықтап, көрерменге табиғаттың әсем көрінісін ұсынады. 4 жылға созылған түсірілімге 10 мыңға жуық қарапайым азамат қатысып, 300 мыңға жуық мал пайдаланылған дейді. Бізге жеткен дерек бойынша, ендеше 4 маусымның тиегін ағытып, дала заңының тылсымын көрсететін Қытайдағы қазақтар туралы киноны тамашалауға сіздерді шақырамыз. Ел аман, жұрт тыныш, әр қазақ бай, намысты болуға хақылы. Құрметпен ютубарына керек дерек, мен Қанатбек Ермек.